Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? 5 сыныптың қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мінез жанның айнасы, сапалық және қатыстық сын есім. Бағалау критерийлері: мәтіннің мазмұнын түсіне алады, нақты ақпаратты таба алады, мәтінге сәйкес қарапайым жоспар құра алады, сын есімнің мағыналық түрлерін ажырата алады. Олай болса, қымбатты оқушы, сабағымызды бастамастан бұрын 3Б әдісімен танысайық. Бұл әдістің алғашқы 2 тапсырмасы, яғни сабақтың бастапқы бөлімінде орындалады. Бұл жерде осы тақырып бойынша не білесіз және бүгінгі сабақта не білгіңіз келеді, соны алып бір бет параққа жазып қойыңыз. Олай болса, сабағымызды арғалай жалғастырайық. Мінез жанның айнасы. Мінез адам баласының ішкі жан дүниесінің сыртқы көрінісі деуге болады. Сондықтан Әл-Фараби бабамыз мінез жанның айнасы деген екен. Әдетте біз адамдарға қарап, мінезі жақсы екен, немесе жаман екен деп баға беріп жатамыз. Жақсы мінезді адамдарға ақ көңіл, яғни үнемі көңілді жүретін жайдар адамдар жатқызамыз. Көбінесе олар ашуланбайды, қайырымды, мейірімді және сабырлы келеді. Мәселен, мінезі жақсы ұстаз оқушыға мүлдем дауыс көтеріп ұрыспайды. Ондай адамдардың ашуға беріліп айғайлағанын, немесе қатты сөздер айтқанын естімейміз. Осыған қарап, Қытай халқының үлкен өзендер ақырын ағады, ал ақылды адамдар ақырын сөйлейді деген мақалы рас екен деп ойлаймын. Кейде адамның өмір сүру стилі, тағдыры, қоғамдағы орны өз мінезіне байланысты сияқты. Мәселен, көптеген психологтар адамның мінез құлқы оның өмір сүруін анықтап береді дейді. Яғни, мінезі ашық, ақ көңіл адамдар тез достасып, кез келген адамдармен жылдам дос болып кетсе, мінезі тұйық адамдар өзгелермен қарым-қатынасқа түсуі өте қиын. Әрине, 5 саусақ бірдей емес дегендей, барлық адамдардың мінезі жақсы бола бермейді. Мінезі жаман адамдарды кекшіл, өзімшіл, қырсық, ашуланшақ ретінде байқауымызға болады. Меніңше, бұл жаман қасиеттер. Сондықтан Әл-Фараби мінез құлық міні рухани кеселге жатады деген болатын. Қорытындылай келе, жақсы мінезді болуға тырысуымыз керек және керек мінезді адамдардан үлгі алуымыз қажет деп ойлаймын. Өйткені мінезі жақсы адамның өмірі де жақсы болмақ. Және ондай адам айналасындағы адамдарға, тіпті еліне үлкен септігін тигізе алады. Сондықтан Алаштың ұлы тұлғасы Әлихан Бөкейханов ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден деп айтқан екен. Әрине, кемшіліксіз адам болмайтыны рас. Қымбатты оқушы, біз мәтінді мұқият тыңдадық деген үміттемін. Ондай болса, біз тапсырманы орындауға көшейік. Еркін жазу әдісі, яғни қымбатты оқушы, бұл әдіс бойынша оқушылар берілген уақыт аумағында, яғни 2 минут ішінде тоқтамай толассыз жазу керек екен. Яғни еркін жазу әдісінің дескрипторы оқылған мәлімет бойынша өз ойларын жазады 1 балл, өз көзқарасын білдіреді 1 балл. Онда қымбатты оқушы, берілген уақыт аумағында, яғни 2 минуттай уақыт беріледі. Сол минутта сіздер тоқтамай толассыз еркін ойларыңызды жазуларыңыз керек. Онда іске сәт, қымбатты оқушы, уақыт кетті.
Қымбатты оқушы, 2 минут уақыт аяқталды. Мен сіздердің еркін жазу әдісі бойынша тапсырманы тамаша орындады деген сенімдемін. Рахмет. Олай болса, қымбатты оқушы, келесі тапсырмамызға көшейік. Жеңілдетілген анықтама әдісі. Яғни, мінез жанның айнасы мәтіні негізінде мәтіндегі нақты ақпаратты бірінші сынып оқушына түсінікті болатындай етіп түсіндіріп беруіңіз қажет. Яғни жаңа қымбатты оқушы, мінез жанның айнасы мәтінін оқыдық қой, сол мәтін негізінде жазасыздар. Яғни бұл тапсырманың, бұл әдістің дескрипторы мінез жанның айнасы мәтінін түсінеді 1 балл, нақты ақпаратты 3 сөйлеммен жеткізеді 1 балл. Онда, құрметті оқушы, ісіңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Құрметті оқушылар, бұл тапсырма сізге еш қиындық туғызбады деген сенімдемін. Олай болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Қарапайым жоспар құру. Бұл тапсырма, қымбатты оқушы, біздің оқу мақсатымызға сәйкес мінез жанның айнасы мәтіні негізінде сіздер қарапайым жоспар құруларыңыз керек. Яғни, жоспардың кіріспе бөлімі, негізгі бөлімі және қорытынды бөлімі. Тапсырманың дескрипторы мәтіннің мазмұнын біледі. Яғни, мінез жанның айнасы мәтіннің мазмұнын білесіз 1 балл. Мәтінге қарапайым жоспар құрасыз. Оған 1 балл беріледі. Олай болса, іске сәт, қымбатты оқушы. Жақсы, рахмет. Сіздер бұл тапсырманы еш қиындықсыз орындады деген сенімдемін. Олай болса, біз жауабымызды салыстырып көрейік. Жауапты тексер. Кіріспе. Адамның мінезі. Негізгі бөлімі. Жақсы мінезді адамдар. Жаман мінезді адамдар. Және қорытынды бөлімге біз көркем мінез адам көркі деп атадық. Рахмет. Балалар, енді біз сабағымыздың сын есім бойынша тілдік бағдарды қазір таныстырып өтпекшімін. Сапалық сын есім. Сапалық сын есім дегеніміз не? Заттың түр-түсін, сын сапасын тікелей анықтайтын сын есімді сапалық сын есім дейміз. Яғни, қымбатты оқушы, негізгі түбір сын есімнің өзінен болып, заттың сынын, түр-түсін тікелей анықтайтын болса, ол сапалық сын есім. Мысалы, көк, қандай көк? Жақсы, қандай? Жақсы. Жасыл, үлкен, тәтті, ауыр, жеңіл және де тағы да басқалар, олар сапалық сын есім. Яғни сапалық сын есім негізгі түбір сын есімнің өзінен болады екен. Енді қымбатты оқушы, келесі қатыстық сын есімнің ережесін тыңдап көрейік. Қатыстық сын есім дегеніміз не? Сын есім басқа сөз табынан да жасала береді. Оларға жұрнақтар жалғанып, туынды сын есім жасалады. Оны біз балалар қатыстық сын есім дейміз. Сонымен, заттың сын сипатын, әртүрлі белгісін басқа сөз табының қатысы арқылы білдіретін сын есімді қатыстық сын есім дейміз. Мысалы, тұзсыз. Тұз деген балалар не? Тұз, зат есім. Яғни сыз жұрнағы қосылып, тұзсыз
Қандай? Тұзсыз. Келесі сөз сулы. Су балалар. Не? Су, е? Оған л жұрнағы қосылу арқылы сулы. Қандай? Сулы. Қатыстық сын есім болып тұр. Сондай-ақ өнерлі, орманды, сазды, мінезді, жүгір, кіш. Жүгір балалар етістік, гіш жұрнағы арқылы ол бізде қатыстық сын есім. Ары қарай білгір, отты, тағы да басқа. Сөзімді қайталап өтейін, қымбатты оқушы. Заттың сын сипатын, әртүрлі белгісін басқа сөз табының қатысы арқылы білдіретін сын есімді балалар қатыстық сын есім деп атайды екенбіз. Қымбатты оқушылар, яғни сын есімнің мағыналық түрлері, мағынасына қарай сын есім, сапалық сын есім және қатыстық сын есім болып екіге бөлінеді екен. Сапалық сын есім мен қатыстық сын есімнің айырмасы ең алдымен білдіретін мағынасына байланысты болады екен. Осыны естен шығармаңыздар. Рахмет. Олай болса, тілдік бағдар тапсырмасын орындап көрейік. Сапалық сын есімдерді бір бөлік, қатыстық сын есімдерді бір бөлік т кестесі әдісі арқылы орындаңыздар. Ақшыл, аттылы, сазды, жасыл, тәтті, балалы, үлкен, қымбат, жаман, жігерлі, отты, егінді, еріншек, айтқыш, көргіш, білімді, жазғы, күзгі, былтырғы, алғыр, жарық, кең, қысқа, момын, суық, ақылды. Яғни, бұл тапсырманың дескрипторы бұл сөздердің арасынан сапалық және қатыстық сын есімдерді т кестесі арқылы бөліп жазасыздар. Оған 3 балл беріледі. Сонымен қатар сауатты жазасыздар. Оған 1 балл беріледі. Олай болса, қымбатты оқушы, т кестесі әдісі арқылы осы жаттығуды орындаңыздар. Іске сәт, қымбатты оқушы. Рахмет. Бұл жаттығуды еш қиындықсыз орындады деген сенімдемін. Олай болса, рефлексия 3Б әдісі арқылы орындалады. Сабағымыздың басында есіңізде болса, қымбатты оқушы, есіңізде болса, сабағымыздың басында 3Б әдісі арқылы білемін, білгім келеді қатарын орындаған болатынбыз. Енді бүгінгі сабағымыздың тақырыбына сәйкес мен бүгінгі сабақта не білдім деген сұраққа жазбаша жауап беріңіздер. Жауаптарыңызды Classroom платформасына жүктеңіздер. Және де қымбатты оқушы, үй жұмысы мінез жанның айнасы мәтінінен сапалық және қатыстық сын есімдерді теріп жазыңыз. Рахмет, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға алғысымды білдіремін. Келесі сабақта кездескенше күн жақсы болсын. Аман болыңыздар.